Сәлем, бүгін осындай әдемі рулет дайындаймыз. Оңай, әрі тез дайындалады, ал жеуі одан да тез. Менің балаларым бұл рулетті өте қатты ұнатады. Ал енді рулет дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, шамалы тұз, 3 ас қасық ұн, 3 ас қасық манка жармасы, шай қасық ұшымен куркума, ол бізге әдемі сары түс береді, болмаса қажет емес. 100 грамм сыр. Барлығын жақсылап араластырып, соңында жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Формамызға май жағып шығамыз. Массамызды формаға жақсылап біркелкі етіп жаямыз. «180 градуста 10 минут пісіріп аламыз». Массамыз піскенше рулетіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм тартылған тауық еті, бір орташа сәбіз, тұз 1 ұш қажет. Қалауыңызша пияз да қосуға болады. Менде болмағандықтан мен қоспадым. Массамыз дайын болды. Енді жаңағы дайындаған салмамызды бетіне біркелкі етіп жаямыз. Жайып болғаннан кейін орамамызды ораймыз. «180 градус қызып тұрған пешке 25-30 минутқа рулетімізді салып қоямыз. Сіздер менің қателігімді қайталамаңыздар. Мен асығыстық танытып, рулетті ыстықтай кесіп, шамалы бұзып алдым. Ал сіздерге рулетті суытып барып, кесуге кеңес беремін. Бірақ ол рулеттің дәміне де түріне де зиян келтірген жоқ. Өте әдемі дәмді болып шықты. Әсіресе қонақ шақырғанда дастарханның сәнін келтіреді. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.